Саламатсыздар ма? Бүгін біз аутизм төңірегіндегі мифтер жайында айтамыз. Студиямыздың қонағы Азамат Бақытбекұлы, ABA терапия маманы, Гүлбанова Ният қызы, журналист, мүгедектігі бар балалар туралы мәселе көтеріп жүрген, және өзі де ерекше қыздың анасы. Жалпы бұл тақырыпты неге алдық? Өйткені қазір аутизм төңірегінде түрлі түсінік бар. Жалпы ол аутизмнің неден пайда болатынын және тіпті емін де білетіндер көп. Олар жай ғана біліп қоймайды. Маған келіңіз, балаңыз айығады, құлан таза айығады деп уәде береді, ата-аналарды солай үміттендіреді. Тегін емес әрине, қыруар қаржыға. Сондықтан бүгін сол көптеген ұсыныстың ішінде қайсысы шындық, қайсысы миф, соны ажырату үшін мамандарды студиямызға шақырып отырмыз. Азамат мырза, алдымен өзіңізден бастасам, жалпы аутизм деген ол ауру ма, ол емдеп жазуға бола ма? Аутизм ол ауру емес, ол жаңағы адамның өзі туа біткендегі состояние дейді, өзінің осы өмірге келгендегі сол аутизммен келеді. Қазір расстройство аутического спектра деп көп қолданады, өйткені ол үлкен спектрда. Ол жағдайда адамның дамуы әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, сөйлеп жүрген балада да аутизм болуы мүмкін, сөйлемейтін балада да аутизм болуы мүмкін. Сондықтан да қазіргі кезеңде өкінішке орай ерекше балалар саны өте көп көбейіп келе жатыр. Вакцинаға қатысты. Вакцина салды, балам содан аутизм болып қалды дейді. Шынымен солай болуы мүмкін ба? Аутизм пайда болу бойынша өте үлкен сұрақтар көп. Аутизм пайда болу бойынша, но бірақ қазіргі таңда медицинада оның неден пайда болатыны, ненің әсерінен пайда болатыны әлі жауап таппады. Соның бірі көбінесе айтылып келетін осы вакцинаның әсерінен деп. Негізінде вакцинаның әсері жоқ деп айтамыз, өйткені адам дамыған кезде адамның жаңағы ол ауру емес қой, пайда болатын аяқ астынан. Ауру болса, демек оған емдейтін шаралар болуы мүмкін. Бұл жағдайда ол адамның өзінің туа біткендегі болатын состояниясы. Сондықтан да вакцина ол бұрындары бір мифтар болған, что вакцина еккеннен кейін баланың откат болады дейді, соның әсерінен аутизм пайда болды деп айтып жатады. Но егер де біз өзіміздің, мысалы, аба мамандар оқудан өтеміз ғой, сол кезде бір исследованияны қарастырған болатынбыз. Сол кезде екі медициналық компания вакцина жасайтын өзінің товарларын жылжыту үшін екінші компанияның вакцинасы бойынша исследование жасаған. Оны әрине ақшалай қаржыландырып, теріс исследование жасайды да, вакцинаның осындай көмек көрсетпейтін, немесе ауруға алып келетін көрсеткен болатын. Соның әсерінен адамдар оны теріс ұғынып, демек барлық вакциналар жаңағы ол аутизмді көрсетуі мүмкін, аутизмға алып келуі мүмкін деген болатын. Сол кезеңнен бастап көптеген ата-аналар осы вакцинадан бас тартып, балалардың даму деңгейі немесе денсаулық жағына қиындықтар болған болатын. Ол сонау 60-70 жылдардан басталған, әлі күнге дейін сол миф әлі бар. Негізінде, егер медицина мамандарын тыңдайтын болсаңыздар, оқитын болсаңыздар, ол тек қана миф болып саналады. Сіз қалай қарайсыз вакцинаға? Вакцинаның бір қандай да бір әсері болуы мүмкін бе? Жалпы сіз қабылдадыңыздар ма сіздер? Вакцинаның теріс әсері болуы мүмкін дегенге мен келіспеймін. Керісінше вакцинаны алу керек. Баланы түрлі қорқынышты, қауіпті, жаңағы өліп кетуі мүмкін аурулардан сақтайтын осы жалғыз вакцина. Енді менің қызым перзентханада алған, одан кейін менің қызыма енді диагнозы 3 айында қойылды ғой, сондықтан оған медициналық отвод дейміз ғой, сондай берді де алған жоқпыз. Бірақ осы қызылша қатты асқынды ғой былтырдан бері. Қызылшаға қарсы вакцина алды, ешқандай өзгеріс болған жоқ. Одан үлкен менің 2 жас үлкен қызым бар. Ол қызым жаңағы өзінің уақыты бойынша бүкіл вакцинаны алды. Ол қызымда ешқандай жаңағы мінез құлқында жалпы ешқандай өзгеріс болған жоқ. Бұл вакцинаның әсері деп ойламаймын. Бірақ маған көп ата-ана жазады. Осы менің қызым, менің балам, менің ұлым вакцинадан кейін осындай болып кетті. Жаңа Азамат мырза жақсы айтып кетті, ол белгілі бір уақыт
балада болады да, сол вакцина алған сәтке сәйкес келіп қалуы мүмкін. Сол көп ата-ананы адастырады деп ойлаймын. Оның үстіне көп кейбір мамандар, кейбір кәдімгі осы блог жүргізетін блогерлер десек болады, ата-аналарды адастыратын сондай жалған ақпарат, вакцина алмаңыздар деген сияқты, әсіресе мынау оранып жүретіндер көп, вакцинаны харам деген сияқты, денеге бөгде зат салуға болмайды деген сияқты, сондай жалған ешқандай медициналық негізге сүйенбеген ақпараттар таратады да, көп ата-аналар әйтеуір бірдеңеден көру керек қой, себебі аутизмнің өзі қайдан екені әлі әлемде дәлелденбеген ғой, сондықтан сол вакцинадан көре салады. Оларға сол әйтеуір бір нәрседен айтып отыр ма жаңағы көру керек деп, сол ең жеңілі солай сияқты болып көрінеді маған. Енді жыныстық жолмен жұғатын инфекциялардың әсерші. Осы да көп айтады, әлеуметтік желіде де айтылады, адамдардың арасында да. Аутизм пайда болған себептер түрлі, әртүрлі айтады. Жаңағы отбасыдағы ішімдік көп ішетін, одан темекі көп тартатын, одан кейін жаңағы жыныстық қатынасқа көп түсетін, немесе өздері дұрыс тәрбие бермеген, жаңағы финансылық деңгейі төмен отбасы деп айтуы мүмкін, бірақ ол тек қана миф болып табылады. Өйткені қарасаңыз, алкоголь ішетін отбасыда да пайда болуы мүмкін. Денсаулық жағынан ешқандай алкоголь, темекі өміріне тартып көрмеген отбасыда да пайда болуы мүмкін. Сондықтан бұл сұрақ, ол неден пайда болады, ненің әсерінен пайда болады, ол үлкен осы әлемдегі сұрақтардың бірі, әлі жауабы жоқ. Тек қана тұспалдамалар неден пайда болуы мүмкін, қалай пайда болуы мүмкін. Қоғамның оларды қабылдауына қатысты мәселе бар ма? Қоғамның әрине бар. Біздің қоғамда енді ерекше балалар деген, енді қазір көбейгеннен кейін жалпы қоғам әліппесін білген сияқты ерекше балалардың. Қоғам қазір біз өздерінің балаларымен бірге ерекше балалардың да бар екенін біледі. Менің ойымша ерекше балалардың бәрін бар екенін біледі. Бірақ ол ерекше бала деген қандай бала ол деп сұрайтындар әлі көп. Кәдімгі менің әріптестерім өзінде ішінде мысалға жоғары білімді, көзі ашық журналистердің өзі кейбірі ерекше балалардың кім екенін түсінбейді. Ерекше балалар десе, мысалы шизофрениямен ауыратын балаларды да ерекше балалар дей салады. Ал қазір ең көбейіп кеткен жаңағы рас, аутизм, сосын ЗПР деген диагноз қойылған балалар ғой. Оларды қабылдауы қоғамның әлі де бәрібір біртүрлі. Себебі сен қоғамдық орынға барып, жаңағы бала біртүрлі әрекеттер істейтін болса, аларып қарайды, жақтыртпай қарайды, қызықтап қарайды, қорқып қарайды. Оның бәрін сен желкеңнен біреуін қарап тұрғанын сезесің ғой. Көбіне мысалға автобуста жүрген кезде ерекше балалардың түрлі стимдер болады, дауыстап сөйлейді, олар бір уілдейді. Солардың бәріне мысалға менің миымды ашты, маған бөгет жасады деген сияқты жақтыртпайтындар бар, сөйлеп кететіндер бар. Әсіресе жастардан гөрі мынау орта жастан жоғары үлкен поколение көбіне осы ерекше балаларды қабылдамайды. Сіз сол Айтұмармен бірге мысалы шыққан кезде кездесетін проблемалар ғой, иә? Ол міндетті түрде болады. Мысалға Айтұмар адамдарды мысалға жетектеп келе жатсаң да, сен қарсы алдыңда адам келе жатса, ол қағып өтіп кетуі мүмкін. Өйткені ол оның бұзықтығынан, тәртіпсіздігінен, тәрбие жоқтығынан емес, ол ана баланың адамның қарсы алдында келе жатқанын, оған жол беру керек деген түсінбей қалуы мүмкін, немесе миына сигнал бармай қалуы мүмкін, немесе ол денесін өзінің игере алмай қалуы мүмкін. Ол әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Мысалы, сонда неге қарамайсың сен, көзіңе қарамайсың ба, неге тәрбиесіз мына балаң деген сияқты түртіп кететін. Болмаса ол автобуста ән айтып отырады, үнемі тоқтамай ән айтып, бәрін жаңағы комментирудан анау хан жатыр, мынау бірдеңе, анау бәйтерек қой деп. Соны жақтыртпай отырады мысалға, мен басқасын айтпай қойын. Болмаса бір нәрсені алып бер деп түсінбей жылайды. Оның ерекше бала екенін жаңағы сатушыға түсіндіріп тұрсаң да, аяп қарап, саған біртүрлі неғып қарап, қорқып қарап, үрейленіп қарап, алып кетесіз ба мына баланы тезірек деген сияқты сөйтіп тұратын жағдайлар болады. Енді түрлі жағдай. Ол қайтамын мысалға Айтұмарда жеңіл түрі, қоғамдық орында жеңіл түрде деп айтпай қойын, қоғамдық орында қайта өзін өзі ұстай алатын, агрессиясы жоқ, кішкене тәртіпті бала деп айтуға келетін шығар. Соның өзіне сондай қарым-қатынас жасайды. Ал аутизмнің түрі көп қой. Неше түрлі балалар бар, неше түрлі жаңағы қоғамдық орында өзінің тек маршрутымен жүргенді қалайтын балалар болуы мүмкін, түрлі стимдер шығаратын балалар мүмкін. Оларды мүлдем қабылдамайды деп айтсам болады мен. Емдеуге келсек, емдеуге қатысты мифтерге тоқталатын болсақ, ең бірінші көзге түсетін ол діңгекті жасушаларын ауыстыру арқылы осы диагнозды емдейміз деп уәде береді. Ол шын ба? Бұл жалпы емдемек түгілі қауіпті емес пе баланың денсаулығына?
Баланың даму жағынан қарастыратын болсақ, терапия түрлері, көмек көрсету түрлері, ең алдымен бірінші баланың денсаулығын қарастырамыз. Мысалы, сабаққа бізге келместен бұрын оның денсаулық жағдайын тексереміз. Ол жаңағы поликлиникаға барасыздар, әртүрлі мамандардан өтесіздер ғой, жаңағы невролог, психиатр дейді, тағы да анализдер тапсыру керек. Егер де неврология жағынан қиындықтар болса, неврология жағынан емдеу керек баланы. Егер де қандай да бір дефициттер болса, витаминдер, тағы да минералдар деген сияқты, сол жағын восполнение дейді, солай жасайды. Егер де ол жағынан ешқандай қиындық жоқ болса, медицина жағынан миының жұмысы дұрыс, құлағы дұрыс естиді, көзі көреді, өз-өзін сезінеді, оқынады. Одан кейінгісі тек қана сабақтар болып табылады. Қосымша жаңағы медициналық өзгерістер болуы мүмкін, мысалы миында судың болуы, немесе неврология жағынан тағы да бір қиындықтар, ол қосымша бірге жүреді. Но бұл жерде айтатын ата-аналар бірінші не істейді? Ақпарат іздейді ғой. Гуглға кіреді, одан кейін Инстаграмнан көреді, мына бала былай өзгерді, біз мынаны жасадық деген сияқты. Бұл жерде әр бала әртүрлі деңгейде. Бір ерекше бала екінші ерекше балаға ұқсамайды. Мысалы, 8 жыл жұмыс жасап жүрмін, бірде екі бала көрмеппін. Бір диагноз болса да, екі түрлі барлығы. Оларға көмек көрсету деңгейі де екі түрлі болады. Ата-аналар не істейді? Жаңағы қиындық неден пайда болады? Скринингтен пайда болады. Ата-ана білмейді, баланың даму сатысы қандай болу керек. Мамандар ол маршрутты дұрыс айтпайды. Содан кейін ата-ана не істейді? Өзі ізденіске салады. Одан кейін бізде андай бөлініс жоқ. Доказательный дейді, жаңағы толық өзінің көмегін көрсеткен терапия түрлері, мысалы сабақ түрлері, одан кейін әлі толық зерттелмеген көмек көрсету түрлері, немесе қауіпті көмек көрсету түрлері деп бөлінбеген. Оның барлығы бір жерде жүр айналып. Өйткені біреуге көмектеседі, біреуге көмектеспейді, но бір балаға ол көмектеседі. Өйткені неврология жағынан қиындықтар болды да, жаңағы ТМС алуы мүмкін, сол жағдайда ол көмектесіп жатыр. Ал екінші балада ондай қиындық жоқ, но бірақ оны алған кезде оған ол жаман әсер етуі мүмкін. Одан кейін таңдау барысында біз не істейміз? Медицина мамандары көбінесе былай болады. Список жазып береді бала ата-анаға. Былтыр бір ата-ана келіпті, жазып қойыпты. Аботерапия, логопед, дефектолог, психолог, Джаспер деп жазып қойыпты, и потом невролог деп жазып қойыпты. Соңғысы бізге келіпті ол кісі. Азамат мырза, мына бәріне консультацияны өттік дейді, сіздікі ғана қалды дейді. Қарап тұрсақ, негізінде баланың дамуын қарап, бір немесе бірнеше маманнан ғана бастау керек. Ол кісі список жазып бергенде бәріне барып жүр. Ал негізі ол список дұрыс. Но ол жаңа көмек көрсете алатын, бірақ соның арасынан сол балаға келетін таңдау керек. Сондықтан да ата-аналарға өздеріне жаңа біз таңдау береміз де, ата-аналар не істейді? Қай жерде жақсы результат болды, соның артынан барамыз. Өйткені ол ата-ананың үміті балаға көмек көрсету дегендіктен. Ал жаңағы стволовой клетка дейді, оны өзгерту бойынша, ол тоже медицинада әлі толық зерттелмеген. Бұл жердегі бір нәрсені ғана ұғыну керек. Сіз эксперимент жасайсыз балаңызға. Эксперименттің жауабы ол сіздің жаңағы әрекетіңізден кейін көресіз. Сіз баланы бердіңіз, сізге договор береді, қолхатыңызды қоясыз. Әр мамандар өзінің жұмысы бойынша айтады ғой, мен жауап бермеймін деген сияқты, мен жауапкершілік кімде болатынын. Соңында көмектессе көмектесті, көмектеспесе жоқ. Бірақ ешкім кінәлі емес. Ешкім кінәлі емес. Таңдаусыздікі болды. Біз өзіміздікін айттық, алдын ала ескерттік сізге. Болады немесе болмайды. Бірақ та сіздің балаңызбен болмады. Эксперимент аяқталды. Бұл жерде мынандай ғой, кез келген ата-ана жаңағы ерекше баласын диагноз қойылды ма, ғажайып іздейді ғой. Бірден жаңа операция сияқты жұлып, кесіп алып тастап, балам күшті сөйлеп, дамып кетсе деген нәрсені іздейді да. Сосын жаңа алдынан жаңа Инстаграмда әлеуметтік желіде толып жатыр ғой. Аутизмнан шығарамын. Осыны ствол жаңа мидың клеткаларын осындай нелерін ауыстырсақ, діңгектерін, балаң сөйлеп кетеді, дамып кетеді дейді. Немесе остеопат өзінің жарнамасын жасайды. 10 күндік курсым жаңа 150 мың теңге. 10 күн курспен остеопатпен емдесем, балаң бүйтіп кетеді. Сосын 3-4 ата-анадан отзыв дейді ғой.
жаңағы менің балам осы жерге келгеннен кейін остеопаттың 10 күндік курсын өткеннен кейін менің балам сөйлеп кетті, міне күшті болып кетті деген сияқты. Ол балада әшейін ЗРР болуы мүмкін. Ол белгісіз, ол аутизм емес, басқа емес диагноз. Болмаса ине қойып жатады. Бақсы балгерлер бар. Сосын не істейді ата-ана? Оқиды, көреді, медициналық маман деген нан жазып береді, оған сенбей анаған апаршы дейтін ақылшылар көп бізде. Маған да былай жазады: мынаған апарып көрші, осыны не қылсаң, көп екен деген. Сосын не істейді ата-ана? 150 000 теңге кредит ала ма, или операция жасату үшін үйін сата ма, шетелге бара ма, неше түрлі істейді. Сбор жасайды, қайырымдылық қорларына жүгініп. Сөйтеді де бар ақшасын барып соған апарады. Келісімшартқа Азамат мырза айтпақшы қол қояды, ешқандай ол баладан. Яғни бұның бәрі алаяқтық деуге келе ме, келмей ме білмеймін, бірақ соның бір түрі деп айтуға келеді. Яғни ешқандай ондай ғажайып жоқ. Ол бір балаға келетін нәрсе екінші балаға келмейді. Оған кәдімгідей мамандар консилиум жасау керек шығар ол балаға. Мынаған мидың жасушаларын ауыстыру керек деген сияқты оған кәдімгі бір оған направление беру керек, бір медициналық білімі бар маман. Сол кезде ғана. Сосын біздікілер не істейді? Ташкентке барады, бәрі жинап. Ал Ташкентте емдейді, мен білгенім чатында отырдым, бүкіл балаға бір протоколды қолданады. Бүкіл балаға салатыны бір укол. Кейбір балаларда откат кеп жатады, керісінше, агрессиясы. Кейбір балаларға ол көмектесіп жатады. Сондықтан ол бүкіл ерекше балаларға өйтіп бір нәрсені, бір бағдарламаны, бір протокол істеуге болмайды. Әр баланың ағзасы, диагнозы бір болғанмен қабылдауы, оны әртүрлі. Ол индивидуальный дейміз ғой, жеке бағдарлама құру арқылы істелу керек. Мен мысалға сондайға қарсымын. Біздің айналып келгенде әсіресе осы ата-аналар ғажайыпты іздейді да, тез болғанын іздейді, соған бара салады. Сосын бат, оны да бөлек айтсақ болады. Бат деген нәрселер. Бәрі сол баттарға барады. Бат, сосын диета сақтау, детокс жасайсың сол батпен, бірдеңені ішіп, дәрілерді. Бәленбай деген компанияның батын ішіп, менің қызым сөйлеп кетті. Бүкіл ол батты қалай болса солай беруге болмайды. Баланың ертең бауырын, бүйрегін отырғызасың, ағзасына зиян, оның бәрі химикат қой, қанша дегенмен. Ол балаға ондай батты бермес бұрын кәдімгі бүкіл анализдерін тапсыру керек. Қан тапсыру керек бала. Сол анализдеріне қарап, не жетіспейді, темір жетіспей ма, ферритині төмен ба, фолиевый кислотасы төмен ба, қайсы төмен, соны кәдімгі медициналық маманы бар, кәдімгі қазіргі нәтиже беретін доказательный дәрігерлер деп жатырмыз ғой. Солар қарап, сол витаминді сол уақытысымен, сол дозасымен беру керек. Әйтпесе бәленнен сат деймін, неше түрлі компаниялар бар, солардың алып мына батын іше салдым, мына ферритинін алып тілінің астына тамыз бердім, күшті болып кеттім деген, ол мүлдем дұрыс емес. Айтып отырмын, баланың ағзасын құртады керісінше. Сол сияқты диета, сол сияқты баланың ағзасын тазалау, оның бәрі айтып отырмын, жеке бағдарлама, жеке баланың анализін тапсыру ғана болу керек. Ал біздің ата-аналар сол әлеуметтік желіден анадан көрген істейді. Бұның бәрінің түп тамыры айналып келген кезде ата-аналарға, осындай ерекше баласы бар ата-аналарға беретін бір бағдарлама дейміз ба, бір сондай ештеңке жоқ біздің мемлекетте. Олар барды неврологқа, бәріне бір списокті сен тұмаумен, ОРВ-мен барған кезде жазып береді ғой. Көп су ішу керек, температурың көтерілсе мына парацетамол ішу керек деген сияқты. Бәріне бір нені жазып береді. Ол болмайды бізде. Сондықтан осы ерекше заңда мүмкін бар ма жоқ па білмедім, ерекше балаларға не ретінде жол картасы сияқты ше, сондай нәрсе болу керек бізде. Жол картасы сияқты қайда бару керек, және сол жол картасы бойынша мамандар болу керек деп ойлаймын. Ата-аналарға бағыт-бағдар тілдейтін. Ата-ананы кінәлауға да болмайды бұл жағынан. Себебі кез келген ата-ана баламды жазылсын дейді. Олардың бәрінің сауаты жоқ, бәрінің бірдей керемет білімі жоқ. Сондықтан сондайларға алданады. Оны қазір Астанада мысалға, мен бір Астананың өзінде сондай орталықтар өте көп. Жарнамасы жер жарады. Әлеуметтік желіде сондай ата-аналардың отзывтарын салып қояды. Оқысаң керемет, апарғың келіп кетеді. Соңғы ақшаңды соған жұмсағың келеді. Ал шын мәнінде оның бәрі сәл ғана сауатың болса, оның бәрі өтірік, жалған нәрсе. Шынымен де, егер де ол жағынан көмектесетін болса, жасушаны айтып жатырсыздар ғой. Жасуша болсын, басқа да инемен емдеп жатады, остеопаттар айтып жатады, аутизмді емдейміз деп. Егер де сол терапия түрлері жақсы көмектесетін болса, мен айтам, сабақта жүргенде, неге біз онда тізерлеп жүгіріп жүрміз баламен? Сол таблетканы бізге бере салыңыз. Қай кнопкасын баланы басып, ол кісі сөйлеттіріп жүр, таным деңгейін жақсартып жүр. Остеопатқа апарып туалетке үйретіп жібердік дейді баланы.
Ол кісі не істеді енді, қай жерін басты? Біз ол баламен 1 ай 2 ай жүрдік, әлі үйретіп жатырмыз. Вот енді отырғыздық, ата-ана барды да остеопатқа бір курсына 1 сағат массаж сияқты жасап шықты. Болды, ол бала туалетке отырып кетеді. Бізден емес, сол кісінің әсерінен дейді. Мен айтамын, бізге де айта салсыншы, қай жерді басып жүр ол кісі. Өйткені біз мына жорғалап жүрміз бәріміз, баланы қалай дамыту керек ретінде. Өйткені әр маман, жаңағы әр сала ол қажетті, өзінше қажетті. Бірақ та ол андай не болмау керек. Аутизмнің лечениясы, одан айығып кету, немесе қандай бір 100% өзгеріс алып келу деген сияқты егерде үміттерді беретін болса, демек, әрине ол клиент жинау сияқты болады. Алаяқтық деп айтуға да болады, бизнес табыс болса. Әйтпесе барлық маман өзінің жұмыс аясы бар. Егер өзінің жұмыс аясында жұмыс жасаса, оның барлығы қажетті дүние. Енді қараңызшы, дәл осындай жарнамасы жер жарған, сондай клиникаларды, күдікті клиникаларды, оны қалай танимыз? Мысалы, шарасыз отырған ата-ана шынымен де психологиялық тұрғыдан алып қарасаңыз, кез келген тәуекелге баруға дайын ғой. Ол тегін олар жаңағы алдап арбамайды ғой, ол жерде ол шығындалады шынында да. Оларды, яғни оның белгілері қалай танимыз? Ата-ана ертең алданбау үшін. Бірінші ол жаңағы гарантия беріп жатса, ол кісі 100% осындай болады, өзгеріс келеді. Одан кейін қандай бір мысалы сөйлетіп жібереміз, түсінігін қалыптастырып жібереміз десе, одан кейін бір авторский методтар пайда болып жатса, ол кісі мен жеке өзім құрастырған, ол барлығына көмектеседі деп жатса, егер медициналық білімі сай емес болса, сол сұрақтарға жауап беретіндей, немесе сол жұмыс аясы бойынша жұмыс жасайтын, және де ол кісіге баратын адамдар тек қана рекламамен ғана келетін болса, ата-аналарға біраз сұрақ болу керек. Және де айтады ғой, информацияны толық білмей бала туралы индиге көшіп кетсе, қосымша жаңағы обследование дейді, ондай нәрсе қажет етпей, жай жұмыс жасай беретін болса, ата-аналарға біраз ойлану керек сияқты. Сізге ондай хат жазған ата-аналар болған жоқ па? Жаңағы жарнамамен барып едік, түкте болған жоқ деген сияқты. Бар, көп ондай ата-аналар. Мысалға, логопедтің консультациясы 30 000 болуы мүмкін да, мысалы сондай ата-аналар бар. Бірақ логопед жаңағы мынаған барыңыз, мынаны бүйтіңіз деген сияқты кеңес береді. Ал логопед ондай кеңес беруге оның құқы жоқ. Логопед баланың тілін шығарумен ғана айналысады. Ол ондай консультация жасап баланың мынаған барыңыз, мынандай маманға барыңыз, менімен бірге деген сияқты ондай консультация беруге оның құқы жоқ. Сол сияқты жаңағы коррекциялық орталықтар көп қазір, өте көп. Сондай коррекциялық орталықтар барған кезде жаңағы AB терапия ғой, мен мысалға менің қызым барып жүрген, ешқандай кураторы, супервизоры дейді, ондай бағдарлама балаға құратын, оны қадағалап қарап, бағдарламаның кейбір жер балаға келмесе, оны түзетіп отыратын маманды солай деп атайды. Онда ештеңе жоқ, бірақ 2 аптама, білмеймін, 1 айлық курсын оқып алған, бірақ маманмен жаңа AB терапияны мысалға өткіземіз, сағаты жаңағы 8 мың теңге, 10 мың теңге деп жаңағы нағыз сол AB терапияны жақсы білетін мамандардан сәл арзан баға қойып, сөйтіп жаңа ата-ананы шақыратын орталықтар бар мысалға. Ішіне өздерінің баттарын қосып, қосымша сөйтетін орталықтар бар, осындай батты қосымша береді. Сосын логопед, кейбір логопедтер жаңа бат назначить етеді балаға. Олардан да қашу керек. Ол логопед ешқандай ондай қосымша мынандай дәріні ішіп, баланың тілін сөйлеттіріп кететін ешқандай дәрі ондай бат жоқ. Логопед тек қана баламен айналысу керек кәдімгідей. Педагогикалық жұмыс істеу керек та ол. Сондай мамандардан қашу керек деп ойлаймын. Клиент ретінде ғана қарайды осы. Одан еще ішкі бар. Мамандардың арасында бір-біріне әдей жіберетіндер бар. Именно, мысалы, Гүлбану ханымға бару керек, именно сізге бару керек, әйтпесе басқа адамдарға ол көмек түспейді. Өйткені біз сізбен келіскенбіз, маған келген бала, сізге де бару керек, и ол ақша бізде қалады деген сияқты. Ал негізінде Гүлбану ханымның мысалы көмек қажет болмауы мүмкін, сіздің көмегіңіз қажет болмауы мүмкін. Немесе ол бала басқа да маманға, дәл сол сияқты өзін таңдауда басқа маманға да баруы мүмкін. Бұл жағдай тек қана ата-аналарға реклама шықпайды, мысалы орталықтарға да шығатын мамандар бар. Сіздер бізге жіберіңіздер, біз сізге бір бала үшін 3 мың теңге, 5 мың теңгесін береміз да, оларда 40-45 мың бір сеанстар болуы мүмкін. Проценттерін беріп отырамыз, сіз бізге жіберіп отырыңыз, сіздер өздеріңіз процент алып отырасыздар. Әрине, егер де адамның өзінің ішкі құндылықтары және де бұл осы салада жұмыс жасайтын маманның ойы басқандай болса, бизнес, ақша деген сияқты өтірік алдау сылтап жүретін, әрине, ондай мамандар келісуі мүмкін.
бірақ та осы салада жұмыс жасайтын өте көп мамандар бар, жұмысын адал жасайтын, ондай мамандарға қарсы келетін және де тосқауыл қоятын, ондай болмайды деп. Мен бір аналарды білем. Осылай ерекше баласы бар, аутист баласы бар. Сол баласымен өзінің білгенімен аннан оққаны бар, мыннан білгені бар. Айналысып орталық ашып алғандар бар. Ешқандай педагогикалық, медициналық білімі жоқ. Сұраныс бар ғой себебі. Себебі сұраныс бар. Қазір ерекше балаларды дамыту деген бизнеске айналды біздің елде. Мен сондай аналарды білем, мен оларға ештеңе дей алмаймын. Я, мен түсінемін, баласын дамыту керек, бірақ мемлекет осыған лицензия беру керек сияқты, меніңше. Беру мәселесін реттеу керек сияқты осындай орталықтарға. Ол орталықтың жаңағы жетекшісінің өзі сондай мамандарды жаңағы өзі жарнама хабарландыру беру арқылы аннан біреуін алады, логопед алады, ана жерден дефектолог алады, ана жерден біреуін бәрін құрастырып, жаңа топ ашып қояды, түске шейін 250 мың теңге, түстен кейін 280 мың теңге, бәленбай жастан бәленбай жасқа, мысалға 3 жастағы мен 5 жастағы бала аралығында. Ол сау балалар емес қой. Ол 3 жастағы балаға жеке индивидуальный бағдарлама керек, 5 жастағы бөлек бағдарлама. Бірақ әйтеуір ата-анаға баланы бір жерге беру керек, әйтеуір ана өзінің ішкі эгосын қанағаттандыру үшін жүретін де ата-аналар бар да, әйтеуір бір жерге беріп қойдым, мен дым істемей жатқан жоқпын баламды, ақылы осындай орталыққа беріп қойдым. Там бәленбай түгеленбай блог жүргізіп жүріп, баласын дамытып жатыр ғой, демек орталық ашыпты, соның орталығына берсе, менің де балам соның баласы сияқты дамып кетеді дейтіндей өзін алдайтын ата-аналар бар да, сондайлар соған еріп, жарнамаға еріп сөйтіп жүргендер де бар мысалға. Жаңа айттыңыз ғой, ABA терапиясын меңгерген мамандардың ішінде де жалғандары бар деп, оларды қалай танимыз? АБ терапия бойынша бұл жерде сертификациясын тексересіз, жаңағы сертификат болу керек маманның, оқу өтті деген, егер де ол бастапқы деңгей өткен маман болса, мысалы 40 сағаттық, одан кейін практикалық опыты жинақталған болса, ол кісі міндетті түрде куратор мен супервизормен жұмыс жасау керек. Ол кісілер болмаса, демек ол маман жеке жұмыс жасай алмайды. Егер де куратор деңгейіндегі, немесе аналитик деңгейіндегі маманда болса, жұмыс жасайтын, оны реестрдан тексересіздер. Бірнеше реестрлар бар. Айбау деген организация, Юлия Эрс деген кісінің реестрі бар. Осы қазақстандық мінез құқықталушылар қауымдастығының реестрі бар. Сол жерден маманның аты жөнін жазсаңыз, толық жаңағы сертификаты шығып тұрады, ол қай уақытқа дейін жарамдылығы бар екендігі шығып тұрады, және де қай жерден оны алғандығы шығып тұрады. Гүлбану, сіз аналарға не айтар едіңіз? Көбіне аналар ғой енді еміздейді. Ол жаңағы жалған жарнамаларға да олар бір жетіскеннен барып түсіп қалмайды, алданбайды. Енді жалған жарнамаға алданып қалады ата-аналар, жаңа айтып отырмын ғой, ғажайып іздейді, сондықтан тез болғанын қалайды. Енді ерекше баласы бар аналарға айтарым, бірінші кезекте баланы, жалпы осындай диагноз бар балаларды қатарға қосатын коррекция, осы түзету. Яғни жаңағы Азамат Мырза айтып өтірген мамандар, осыларға бару керек. Ал жалпы мен бірінші мына нәрседен бастағым келеді. Жалпы ерекше баланы қатарға қосу үшін қарапайым 3 нәрсені орындау керек. Бала бірінші кезекте үйде режим болу керек. Бала таңертең тұрды, тамағын ішті, қолын жуды, сосын далаға шықты, коррекциямен айналысты, сосын күндіз ұйықтайтын болса күндіз ұйықтады, сосын тәттілері тыйым салу. Бәрібір тәтті зат, тәтті тамақтар, тәтті сусындар, оны жеген сау баланың өзі тамақ жемейді. Ал тамақ жемеген іші ағзасы дұрыс емес баланың, жалпы миы да дұрыс жұмыс істемейді. Осы екінші нәрсе, үшінші нәрсе телефон бере салу. Телефон бере салу, телевизорды қосып бере салу, қазір цифрлық заман ғой. Ол сол сәтте ата-ананың уақыты босауы мүмкін, миы жеңілдеуі мүмкін, қолы босауы мүмкін. Ата-анаға сол сәтте көмек болуы мүмкін, бірақ зардабын кейін бірінші кезекте бала, екінші кезекте сол ата-ананың өзі тартады. Сосын баланы уақытында ұйықтату. Кешкі сағат 9-10-нан ары кетсе 11-ден қалдырмай ұйықтату керек, түнгі ұйқысын реттеу. Осы нәрселерді реттеген балада керемет болып кетпесе де, бір шама жеңілдейді баланың өмірі. Содан кейін жаңа коррекциялық орталықтарға көбіне ата-аналар ақшамыз жоқ деп жатады. Түсінемін, елдің бәрін ол өте қымбат, қалтаға салмақ жетпейді. Сондықтан коррекциялық орталықтарға ақшаң жетпесе, тегін неше түрлісі бар қазір. Әйтеуір ол жерден жоқ дегенде бала бір белгілі бір
жаңағы режим дейміз ғой, барып келу, өзімізде бір жұмыс істемей үйде 3 күн жатсаң демалыста деградация болып кетеді ғой. Сондықтан ең болмаса бала үшін таңертең тұрып жаңағы сабаққа бару, автобуспен қайтып келу, оның өзі бір әлеуметтік бір баланың жаңағы социумға дейміз ғой, соған араласуына сәл де болса көмегін береді. Сондай тегін орталықтарға кезекке тұрып болсын апару керек. Егер тіпті оған да шамаң жетпей барса, қазір YouTube-та, басқа да үйретіп жататын мамандар бар. Содан үйреніп, сол дағдыны үйде қайталап, әйтеуір қолыңыздан келген көмегіңізді аямауға тырысу керек. Себебі бұл бірінші кезекте балаға, екінші кезекте өзіңізге керек нәрсе деп ойлаймын. Уақыт бөліп, бізге сұхбат бергендеріңізге, ойларыңызбен, бөліскендеріңізбен көп алғыс айтам. Ойлаймын, өте жаңа ата-аналарға пайдалы сондай әңгіме болды деп. Рахмет. Рахмет.